Гонорея, хламидиоз, трихомониаз, уреоплазма, микоплазма, астыңыз қышып, ашып, қызару сезімдер пайда болып, трубаны бітеп тастайды, спайка жасайды. Сол үшін кейін әйел бала туайын деген кезде трубалардың бітелуіне байланысты бала туа алмай қалып жатады. Сәлем алтындарым. Құрметті оқырмандар, бүгін талдайтын тақырыбымыз жыныстық қатынас кезінде инфекция жұқты ма, жұқпады ма? Қайдан білсем болады? Жыныстық қатынас кезінде инфекция жұғуы мүмкін. Әртүрлі инфекциялар бар. Гонорея, хламидиоз, трихомониаз, уреоплазма, микоплазма. Осындай инфекцияларда даже сифилис, ВИЧ, Құдай сақтасын, инфекциясы бар, жыныстық жолмен жұғатын. Осындай инфекцияларды жұққан кезде қыздар, жігіттерде де, қыздарда да выделение көбеюі мүмкін, көбеймеуі де мүмкін. Выделение түсі өзгеруі мүмкін. Мысалы, сізде бір ақшыл, мөлдірлеу выделение болатын болса, бұл жол жасыл, цветінің түсі өзгереді, иісі сасық бола бастауы мүмкін, сонымен қоса сізде зуд пайда болуы мүмкін, яғни қышиды, астыңыз қышып, ашып, қызару сезімдер пайда болуы мүмкін. Жыныс органдарының қызаруы, ашуы, осындай бір жағымсыз иісі бар, түрі өзгерген выделениялардың пайда болуы сіздің жыныстық жолмен жұғатын инфекцияларды жұқтырып алғаныңыздың белгісі болуы мүмкін. Және кейбір адамдар тасымалдағыш болады, яғни өзінде инфекция бар, бірақ өзінде ол инфекцияның ешқандай клиникалық белгісі көрінбейді. Яғни ол адам өзінде инфекцияның бар екенін де білмей, ұзақ жыл өмір сүріп жүре береді спокойно. Тасымалдағыш болады, яғни басқа адамдарға сол инфекцияны жұқтырып жүреді. Бірінші жұққан кезде әрине біздің ағзамызда сондай белгілер пайда болуы мүмкін. Екінші, үшінші жұққан кезде тіпті оның жұққанын білмей де қалуымыз мүмкін. Ұзақ уақыт тіпті оның белгісін білмей де жүреміз. Және бір жаманы, мына инфекциялар жұққаннан кейін инкубационный период деген кезең бар. Әр инфекцияда әртүрлі 1-2 апта уақыт сіздің қаныңызға әбден еніп, клеткаларыңызды әбден ішіне кіріп алғанға дейін ешқандай клиникалық белгісі, жаңағы айтып өткен белгілердің біреуі де болмауы мүмкін. Содан кейін барып пайда болып жатады, Мысалы, спид ауруымен ауыратын, ВИЧ инфекциясын жұқтырған адамдар, олар ұзақ уақыт өзінің ВИЧ инфицированы екенін білмейді. Ең қауіпті ауру болса да, білмей жүре береді. Дәл сол сияқты хламидиоз, трихомониаз деген аурулар, олар бар екенін аса білдіртпейді. Бірақ олар трубаны бітеп тастайды, спайка жасайды. Сол үшін кейін әйел бала туайын деген кезде трубалардың бітелуіне байланысты бала туа алмай қалып жатады. Енді осындай қатынас болған кезде ол белгілер болсын, болмасын, сіз медицинаға барып, дәрігерге барып тексеріле аласыз. Бірінші кезекте еркек болсын, әйел болсын, мазок тапсыра алады, осындай арнайы стеклышкаға мазок, яғни сіздің выделенияңызды еркектен болсын, әйелден болсын шыққан выделенияны жағып лабораторияға тексеруге жібереді. Осындай стеклаға жағып жіберуді мазок дейміз, Одан кейін әрине сіздің қаныңыздан, венаңыздан қан алып, ПЦР, ИФА анализ деп айтамыз, иммуноферментный анализ. Соны инфекцияға тексеріп, осылай пробиркаға салып, қаныңыздағы сол инфекция қарсы иммуноглобулиндер бар ма, жоқ па, сіздің ағзаңыз ол микробпен кездескен ба, кездеспеген ба анықтауға болады. Яғни осындай пробиркаға қан алу арқылы. Ары қарай ең достоверный әдістердің бірі бұл ПЦР анализ. Осындай кішкентай колбочкаға, ішінде сұйықтығы бар, Осы колбочкаға сіздің арнайы өзінің таяқшасы болады, соны шықып, осының ішіне былай ашып салып, лабораторияға зерттеуге жібереді. Бұл ішінде арнайы сұйықтық бар, яғни микробтардың өлмей лабораторияға аман жеткізуіне көмектеседі. Ары қарай лабораторияда сіздің астыңызда қандай микроб тірі күйінде бар, дәл қазір хламидиоз ба, трихомониаз ба, қай инфекцияға, сифилис па, гонорея ма деген сияқты, сол микробтың бар жоқтығын бізге тірідей анықтап береді. Қаныңыздан алған иммунитетті анықтап беретін болса, сіздің ағзаңыз сонымен кездеспеген, ал ПЦР, қаннан алуды ИФА деп айтамыз, Сол ПЦР бізге дәл қазір сіздің мысалы выделенияңыздың ішінде хламидиоздар жүр ма, трихомониаздар жүр ма, гонореялар жүр ма, соны анықтап беретін ПЦР анализ. Дәл осы анализдер арқылы сіз өзіңіздің жұқтырған, жұқтырмағандығыңызды анықтай аласыз. Дәрігерге барып анықтап алғаннан кейін арнайы қыздар дәрігердің тағайындауымен емделу керек. Себебі көп адамдар оны үй жағдайында емдей бастайды. Және мысалы мен сіздерге айтам, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, сифилизді ең көп тараған жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар. Олардың әрқайсысының емі әртүрлі. Мысалы, тоже уреоплазма, микоплазма, гонорея деген аурулар, мысалы, условно патогенный, олар шартты түрде патогенный микробтарға жатады, Ал жаңағы айтып өткен 4 инфекция, олар
сіздің ағзаңызда вообще болмау керек. Гонореяның емі бөлек, мысалы хламидиоздікі бөлек, трихомоняздікі бөлек, ал сіз бәріне бірдей антибиотик ішіп, бал жағып, немесе бір нәрселерді, витаминдерді ішіп емдеу дұрыс емес. Инфекцияны витаминмен, балмен емдей алмаймыз. Ол сіздің иммунитетіңізді көтеру үшін, жалпы сіздің төтеп беру қасиетіңізді нығайту үшін берілетін дүниелер, бірақ егер инфекция бар болса, міндетті түрде антибиотик, антибактериальный терапия болу керек. Және әрбір инфекцияда ол әртүрлі. Сондықтан кейде мынаны ішсеңіз бәрін емдеп жібереді деген сиқырлы бір дәрі ондай жоқ, өкінішке қарай. Сонда міндетті түрде дәрігерге барасыз, анализ тапсырасыз, қай микроб екенін анықтағаннан кейін дәл сол микробтың дәрі-дәрмегін ішіп емделесіз. Бір жақсысы, бұл инфекциялар тез, мысалы жұққан кезде бірден анықталып, бірден емделсе, сондай бір асқыну көп болмайды. Білмей жүріп алу және дәрігерге барудан қорқып жүру арқылы адамдар сол инфекцияның асқынуларына душар болады. Мысалы, хламидиоз өзі көп бар жоқ екенін білдірмейді, жаңағы ешқандай бір зияны жоқ сияқты жүреді ағзада, бірақ оның асқынуы ол спайка жасайды. Сол спайканың кесірінен адам бедеулік проблемасына шалдығады, әйелдер бала туа алмай жатады. Сосын ол спайкаларды ашу үшін операцияға барып жатады. Операция сәтті шықса жақсы, сәтті шықпаса ол эко жасатуға мәжбүр болады. Еркектерде де дәл сол сияқты. Сондықтан дәрігерден қорқудың қажеті жоқ, бару керек, анализ тапсыру керек және сауатты түрде ем алу керек. Ал енді витаминдер, әртүрлі балдар, әртүрлі баттар, шөптер, олар тек қана сізге иммунитет көтеруге көмектеседі, бірақ ни в коем случае инфекцияны өлтірмейді. Олай болса дәрігерге барудан қорықпаңыздар, емделіңіздер және ашығымен, менде осындай жыныстық қатынас болды, мен жұқтырып алдым ба, қорқып тұрмын деп айтсаңыз, сізге қандай инфекция, қандай анализ тапсыру керек екенін кез келген дәрігер айтатын болады.